Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер каналы. Сіздерге бүгін аяғыңызды 20 минут көтерсеңіз, бес аурудан құтылатын туралы айтатын боламыз. Достар, айтпас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз. Бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуінен сақтайды десек сенесіз бе? Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңызда, қымбат уақытыңызда кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады. Бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюін алдын алады. Жаттығу қалай жасалады десеңіз, шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп жатыңыз. Қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұру керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндеттерді жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады, өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы: бірінші, аяқ ісінің төмендету. Аяқ ісінің көбінесе қан айналымы дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқ ісінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуында қосу керек. Екінші, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минут жаттығуда аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қатусында мәселеде оң шешім табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңізде құлпыра түседі. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Оның нәтижесі біз бар қалыпта тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесінде тыныштық сыйлап, іш мойын бұлшықетіне түсетін күшті басады. Бесінші, жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанды тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Достар, ескертіп кететін жағдай: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасауыңыз ұсынылады.